Қазіргі жасөспірімдердің ойлау жүйесі, ақпаратты қабылдау жылдамдығы мен қызығушылығы бұрынғы буыннан өзгеше. Сондықтан білім беру жүйесінде де жаңа әдіс-тәсілдер қажет. Бүгінгі оқушы цифрлық дәуірдің перзенті. Олар үшін интерактивтілік, жылдамдылық және визуалды формат маңызды. Оқуда озат болу жолында жасанды интеллекттің рөлі айрықша. Жаңашылдыққа мектеп мұғалімдері де бейімделіп келеді. Бүгінде олар цифрлық құрылымдарды еркін пайдаланып, сабақты ойын элементтерімен, жобалық жұмыстармен, онлайн ресурстармен ұштастыруда. Соның нәтижесінде балалардың пәнге қызығушылығы артып, білім алу процесі жеңіл әрі тиімді бола түскен. Алдымызда отырған альфа ұрпақтары, 2012-ден бастап альфа ұрпақтары ғой, соларға сабақ түсіндіру үшін жалпы кітап қызықсыз. Сондықтан олардың балалардың тез қабылдап, түсінуі тез болу үшін осындай анимациялық 1,5 минуттық, 2 минуттық видеолар дайындап өтті. Мысалы, мына жерде, бұл жерде жаңағы алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген мақал барда, соны түсіндіру үшін балаға оны жеткізе алмайсың. Қара сөзбен жалпылама айтқан кезде. Сол себепті мына жерде оны анимациялық мультфильмге айландырдық. Жаңағы шаруа мен байдың туралы ертегі аяғында нанын бөліп береді шаруа, ал енді байдың жинаған асыл тастары еш нәрсеге жарамсыз болып қалады. Соны түсіндіру үшін осы ең алғашқы жасалған анимациялық мультфильм. Тіпті білім ордаларында арнайы жасанды интеллект зертханалары ашылып жатыр. Бұл білім сапасындағы тың серпін. Мұндай орталықтарда оқушылар тек теориямен шектелмей, технологияны да іс жүзінде меңгереді. Бұл кабинет ең негізінен біздің оқушыларымызға деп арналған кабинет. Бұл кабинет енді ғана мектебіміздің басшылығымен бірге бастап жатқан бастамамыз. Оқушыларымызды ғылыми жағынан, басқа қырынан ашуға ниеттенген кабинетіміз. Жалпы бұл кабинет жаңа атап өткенімдей ғылыми бағытта, оқушылардың білімін арттыру бағытында, ақпараттарды тиімді қолдану бағытында және де смартфонды дұрыс қолдану мақсатында ашылған кабинет. Қазір мектептегі балалар бұл зертханаларда бос уақытын тиімді өткізіп, бағдарламалау негіздерін үйренеді, робот техникасымен айналысады, түрлі цифрлық жобалар жасайды. Тіпті халықаралық деңгейдегі ғылыми жобалардың алғашқы макеттері де дәл осы зертханаларда дайындалып, жасанды интеллекттің көмегімен жетілдіріледі. Бұл жақта біз айтатын болсақ, біз датчиктерді алсақ болады. Датчиктердің өзі жасанды интеллекттен тұрады. Себебі бұл жақта жасанды интеллект арқылы біз мысалы оның датчиктары қай жаққа тұруға болады. Мысалы біз айтатын болсақ, мына жақта динамика тұр. Динамика дегеніміз ол осы дауысты шығарады. Мысалы қоқыс толған кезде бізге сигнал береді. Сигнал берген кезде мынау автомат өзі жанады. Біз мысалы қазіргі таңда пластикалық заттарды қолданып жүрміз ғой. Сондықтан да сол кезде бұл толған кезде мына жақтан бізге дауысты шығарады. Мұндай орта баланың логикалық ойлауын дамытып, шығармашылық қабілеттерін арттырады. Сонымен қатар болашақ мамандығын ерте анықтауға мүмкіндік береді. Демек, жасанды интеллект зертханалары ертеңгі IT мамандарын дайындайтын маңызды алаң.